енді біріншіден бастайын. Бұл жерде бүкіл жәндегі медиа, телеарналардың заңгерлері қатысып отыр екен. Конституцияда жазып қойған 7-ші баптың 3-ші тармағында Қазақстан Республикасының азаматтарына мемлекеттік тілді үйренуге қолдау және ыңғай жасау. Дұрыс па, дұрыс емес па, құрметті төраға? Конституцияда сондай емес па? 7-ші бап 3-ші тармағында. Дұрыс айтасыз. Иә. Енді ол статьяны қалай біз жұмыс істейміз, ол бапты. Енді болса цифрлау заманы кезінде кез келген кәсіпкер өзінің жарнамасын беріп жатқан кезде осы Конституцияны алға алып, бірінші, ары қарап тіл туралы заңы болсын, жарнама туралы заң болсын, осы титрлеу арқылы кез келген диаспора, у меня голова болит дегенді қазақша менің басым ауыр жатыр деген түсіну керек. Көрдіңіздер ма? Біз Конституцияны қалай қолдану керекпіз? Осындай цифрлық заманмен, цифрлық бағдарлама арқылы, осы транскрибация арқылы біздің кез келген диаспора өкілдері мемлекеттік тілді үйреніп отырады. Ол ертең аптекеге барады ғой. Аптеке барған кезде дәріханаға ол айта береді, менің басым ауырып жатыр. Өйткені фотопамять есте қалады ғой. Дұрыс па, төраға мырза? Қалай ойлайсыз? Қызыл әріппен титрлеп шығатын болса, диаспорада қазақ тілін жаттайды. Сол кезде Конституцияның 3-ші тармағына біз мүмкіндік береміз. Сол кезде кез келген диаспора өкілдері қазақ тілін жәндегі фотопамятпен есте қалады ғой, жәндегі. Есте қалу қабілетімен ол ертең кез келген кезде ана жерде қазақ тілінде айта береді, орыс тілінде айтуы мүмкін. Сол себептен ыңғайды Конституцияның 3-ші тармағына сәйкес осыны орынға алайық. Хатшы мырза осыны жазып қойшы, Конституцияның 7-ші бабы 1-ші тармақта былай жазылған: мемлекеттік тіл қазақ тілі. 2-ші тармақ. Ол жерде ресми мемлекеттік тілмен осы орыс тілі ресми тілде бірдей деп. Оның мағынасына комментариясын айтатын болсақ, кез келген диаспора мемлекеттік мекемеге барғанда шенеуніктер немесе чиновниктер тек қана солар ғана ресми тілде жауап беруге құқысы бар. Көрдіңіздер ма? Және сауда-саттық заңы бар. Сауда-саттық заңында және екі тілде қолдануға болады. Ал енді сол кезде осы 7-ші баптың 3-ші тармағын оқып көрсеңіз, мемлекет міндетті жағдай жасауға, үйренуге, былайша айтқанда диаспорамен қазақ ұлтын интеграция жасау керек. Осындай мүмкіндікті ақпарат комитет төрағасы Конституцияны қолға алып, кез келген жәндегі дейді, масс-медиа дейді ғой. Масс-медиа бұған қарсы шығамайды. Себебі Конституция жазып қойған, ыңғай жасау керек, үйрету керек деген. Сол себептен кәсіпкер сауда бизнес жасағысы келсе, осы қазақ тілімен титрлеп жасау жасаған деп ойлаймын. Ерболат Мырзатайұлы, сіз осындасыз ба? Иә, мен осындамын. Маған салса, барлық бұқаралық ақпарат құралдарын мемлекеттік тілде сөйлетіп қояр едім. Ал түсінбейтіндерге титр арқылы түсініп алатындай жағдай жасар едім. Каналы бар, лицензиясы бар. Қандай канал? Жастар деген каналы бар. Телеарнама ол әлде неде, ютубта ма? Жоқ, кәдімгі бүкіл Қазақстан территориясында және телевидение арқылы өзінің несі бар, шығаруға лицензиясы бар. Бірақ енді құдай қаласа инвесторлармен жұмыс жасап, ертең қолға алайын жатыр. Жақсы. Осы жәндегі өзінде жәндегі мамандарды, айтишілер дайындап, титрлеу жұмыстарын. Сіздер, Сабиджан мырза, жалпы Алматыдасыздар ғой, иә? Жалпы қазір Алматыдасыздар ғой сіздер? Ерболат Мырзатайұлы. Мен Шымкенттің тұрғыным өзім. Астанаға келетін болсаңыздар... Ол кісі Алматыда тұрады. Иә, Астанаға бір жолдарыңыз болса, міндетті түрде бізге соғып, бір сықпай тағы да әңгімелесерміз. Жалпы айтқаным ғой қазір. Zoom ол әрине жақсы, бірақ көзбе көз сөйлесіп, әлде қайда тиімдірек болады деп ойлаймын өз басым. Егер де бір жиналыс конференция жасайтын болсаңыздар,
біз келуге дайынбыз. Осы жерде қазақ ұлты да, орыс ұлты да осы титрлеу арқылы бірін-біріне үйренсе екен деп отырмын. Жақсы, өте өзекті мәселе, дұрыс айтасыз. Қазір мен әріптесім Әлішер қазір кішігірім баяндап жіберсе осы мәселе бойынша. Әлішер Қуатұлы, Рахмет. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мен екі тілде, я постараюсь на двух языках изложить четко, лаконично нашу позицию. Екі тілде өз ұстанымда айтамын. Жарайды, қазақ тілден бастап, сөйтіп кейін өзіңіз қысқаша түсіндіріңіз. Әр не абзац сайын орысша қазақша миксовать етемін ғой. Қараңыз, біріншіден біз өзіміздің ресми жауабымызда айтып кеттік. Бізде жарнама туралы заңға сәйкес әр 6 сағат сайын тілдің көлемі 50-ден кем болмау керек. Әр 6 сағат сайын. Мысалы 0:00-ден 6-ға дейін, 6-дан 12-ге дейін, 12-ден 18:00-ге дейін и цикл ретінде әр 6 сағат сайын тілдің көлемі сақталады. Біздің министрлік оны систематический мониторинг жүргізеді. Систематический мониторинг жүргізеді. 24 сағат 7 күн сайын, жыл сайын, жыл бойы біз мониторинг жүргіземіз. Содан бізде нарушениялар бар. Біз жауабымызда кемшіліктерді көрсеттік. Қандай канал, арналар кемшіліктерді табады. Сол кемшіліктерді олар біздің предписаниеміз арқылы алып тастайды. Сондықтан біз жаңа масс-медиа заңында біз тілдің көлемін депутаттардың ұсынысы бойынша 60-қа дейін кезең көтеріп жатырмыз. Масс-медиа туралы заң жобасының аясында жұмыс тобында осы сұрақ көтерілді, талқыланды. Біз оны талқыладық. Біздің әріптестеріміз ряд жасады, орысша айтқанда анализ регуляторного воздействия жасады. Соны өткіздік. Телеарналар мен жеке телеарналар болса, частный телеарналар, мемлекеттік арналар болса да, мынау жақта Анна әріптесіміз отыр. Центральноазиатский рекламный ассоциациямен бірге талқылап, осы ортақ шешімге келдік. Ұсынысыңыз бойынша әр жарнамаға титр жазу. Бізде арналармен, осы әріптестермен талқыладық оны. Оны заң шығаруға өзінің тәртіптері бар. Мысалы, біз осы норманы енгізем десек, біз кәсіпкерлік кодексіне сәйкес анализ регуляторного воздействия ряд деген не бар? Кәсіпкерлік палата қойылған талаптар, соны өткізуіміз керек. Біріншіден. Екіншіден, біз мынау жақта отырған әріптестеріміздің ойларын тыңдау керек. Олар мысалы орысша айтқанда субъекты регулирования олар. Соған олардың да ойларын, олардың позицияларын тыңдауымыз керек. Біз негізі бірнеше рет ақылдастық, сізге де айттық. Мынау жақта әріптестеріміз қалай қарайды? Негізі осы ұсыныс. Меніңше жарнама ол бір кәсіпкердің телеарнаға келіп жарнаманы көрсетуге құқылы. Сонымен қатар ол арнаның қай тілде оны көрсету, ол арнаның да құқылы. Ол мысалы күн тәулік бойы тілдің көлемін соблюдать етсе, сонда олар нарушение емес. Нарушение болмайды. Орысша айтқанда, мына жақта Анна әріптесіміз бар. Каждые 6 часов у нас есть требование соблюдать языковой баланс. Каждые 6 часов мы соблюдаем, соответственно, нарушения выявляются, нарушения направляются, проблем нету. То есть телеканалы, с ними мы взаимодействуем. По поводу именно титрования, я считаю, что это взаимоотношения субъектов предпринимательства, насколько нужно ли рекламу титровать, не программы, не научно-познавательные ток-шоу, а именно рекламу. То есть реклама — это, я понимаю, взаимодействие, представление какого-либо товара
Соответственно, на каком языке она подается, там, в принципе, никакой смысловой, идеологической нагрузки здесь нету. Мына жақта каналдың әріптестері бар. Олардың ойларын тыңдасақ, Анна, наша коллега Анна, ваше тоже мнение, если послушать, осы сұрақ бойынша тыңдасақ, Анна және телеарналардың өкілдерінің ойларын. Жалпы мен негізі масс-медиа туралы заң жобасында разработчиктардың біреу деп айтуға айталам. Сондықтан мен әріптестермен сөйлестім. Келесі рет жұмыс тобы болған кезде біз сізге ссылка жібереміз, сол жаққа қатысып, өз ұсыныстарыңызды айтсаңыз, негізі болады. Бірақ енді әріптестеріміздің ойларын тыңдайық кішкене. Сіздердің айтып отырған заң талаптарыңызды бұрынғы радио ретро, қазіргі дача радио станциясы сақтамайды. Өңкей ресми тілде өлеңдерді бере береді. Қарастырылған, біз оларға шара қабылдаймыз. Біз өзіміз жауабымызда жолдадық. Керек болса радио бойынша қосымша ақпаратты да берейік, қанша нарушениялар болған, қанша кемшіліктер болған. Негізі мен айтқандай 24/7 оны мониторинг жасаймыз, выявлять етеміз, жолдаймыз, арналар оны устранять етеді. Бізде орысша айтқанда кәсіпкерлік кодекстің талаптары бар, посещение, профилактический контроль деген. Соны өткіземіз квартал сайын. Шаралар қабылдап жатырмыз, мониторинг жасалады негізі. Ерболат аға, бізде талдау және ақпарат деген талдау және ақпарат подведомственный организациямыз бар, өзіміздің. Олар тұрақты негізде мониторинг жүргізеді. Телеарна болсын, радио болсын, ақпараттық агенттік болсын, баспа басылым болсын, барлық осы заң талаптарын сақталуы бойынша жалпы құқық бұзушылыққа қатысты ақпараттар шығып жатса, олар осыған қатысты тұрақты негізде мониторинг жүргізіп отырады. Жаңағы әріптесім Әлішер айтқандай, егер де осы заң талаптары жарнама болсын, жаңағы қазақ тілді контент, орыс тілді контенттен азырақ болса деген осындай барлық мониторинг жүргізіліп, егер де заң бұзушылықтар егерде болса, біз оларға тиісті шаралар міндетті түрде қолданамыз. Жаңағы сіз айтқан радио ретро бойынша мен қазір дереу олардан ақпарат сұратамын. Егерде шынымен де сондай болса, ол туралы да сізге қосымша айтамыз, қандай шаралар қолданғаны. Негізі өзінің жаңағы бізде талдау және ақпарат оларда өзі белгілі бір бак өзіміз жыл сайын белгілеп береміз, мониторинг бойынша. Телеарна болсын, өңірлік баспа редакциялары бар, барлығын өзіміз оларға белгілеп, олар сол тұрақты негізде 24 сағат мониторинг жүргізіп отырады. Қазір анықтайық әріптестерімізден. Береміз сізге ақпарат. Жарайды, мен бір сұрағым бар еді, рұқсат па? Иә, әрине. Алишер мырза, сіз қазір айтып отырсыз. Қазір ол телефонмен сөйлесіп жатыр. Мысалы мынандай, сізге Ерлан мырза да, төраға мырза, Алишердің айту бойынша былай, жақсылап мән беріп көрсеңіздер. Бізде жарнамалар ассоциациясы бар дейді, ассоциациясы. Дұрыс па? Жарайды. Сөйтіп ол айтып отыр, ол жарнамада дейді, бұл жерде идеологиялық сөздер болмағандықтан қажеті жоқ деп айтып отыр да. Сол кезде біздің қазақты тек қана алға, жасасын Қазақстан, президент сайлайтын кезде идеологиялық сөздер қазақ тілдері қолданады екен, диаспоралар, бірақ бас ауырған кезде, бизнес ақша табатын кезде, бұл қазақтың тілдері идеологияға жатпайды екен деп тұр. Ол дұрыс емес. Ертең қараңыз. Ертең хатшымыздан жазғаншы, мысалы, мамандырылған сотқа берсем, әкімшілік сотқа, осы бойынша. Қазір Әлішердің айту бойынша. Сонымен, ол жерде мүдде тұлға, бірінші, Қазақстан Республикасының премьер-министрі өкімет тартам. Екінші, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы тартам. Үшінші, тіл саясат комитетін тартам. Олар осы іске мүдде тұлға ретінде мен бірінші жазам арыз. Міне, Әлішер деген маман осылай айтып жатыр. Ол жәндегі титрлеп қазақша жарнамашы жазу, ол ешқандай идеология жатпайды деп.
Көрдіңіз ба? Себебі бұлар кәсіпкерлердің ыңғайына түсіп жатыр. Кәсіпкерлердің. Дұрыс, кәсіпкер біздің территориямызда түсе ма, ол товарын сатсын, ақшасын табады. Ол ақша табу үшін келіп тұр. Мысалы, ертең Ресейдің, қазір таңда Ресейдің 80% бүкіл фармацевтикалық, Ресейдің кез келген жаңа азық-түлік компаниясының бар тауарын біздің қазақстан өткізіп жатыр. Енді олар біздің Қазақстан территориясында осы ассоциация, жарнама ассоциация, олар қарсы шығып отырса, ертең оларды да сотқа тартуға болады. Сотқа үшінші тарап ретінде, немесе үшінші тұлға ретінде. Сонымен сот арқылы, соттың шешімімен істеген дұрыс па, дұрыс емес па? Немесе титрлеу, бір жай ғана айтишник, менің басым ауырып отыр десе, или немесе у меня голова болит, у меня горло болит деген соң қазақша титрлеп жазып отырса, немесе ресей тілін жазып отырса, одан не болғаны? Соттың шешімімен өзгертуге болады. Кез келген заңды өзгертуге болады. Сол себептен Әлішерге мен сұрағым бар еді. Әлішер сөйлесіп болды ма, болған жоқ па? Тыңдап тұрмын. Әлішер мырза, сіз қазір айттыңыз, иә? Бізде жарнама ассоциациясы бар деп. Сіздерге жарнама ассоциациясы, олар үстемдік жасамау керек. Ау? Евразия дейсіз ба? Орталық Азия жарнама ассоциация бар, иә? Иә, дұрыс. Сонымен тығыз жұмыс жасайсыздар. Енді сіз сол тараптардың. Қараңыз, біз жарнама ассоциациямен, барлық арналармен, жеке арналар болса, мемлекеттік арналар болса, олар біздің субъекті регулирование болғандықтан соң, біз солармен жұмыс жасаймыз. Олардың уәждерін тыңдаймыз, олардың мненияларын, позицияларын біз тыңдаймыз, иә? Біз уәкілетті орган болғаннан соң, біз тыңдамасақ, башқа ешкім тыңдамайды. Онда бүйтейікші, егер де осы титрлеу туралы қазір қажет емес болып тұр ма, зоды жасамаймыз деп тұр ма? Атамекен жекеменшік ол білесіз ба? Иә, олар біз... Атамекен жекеменшік ол. Құрметті Сабитхан мырза, кешірім сұраймын. Құрметті Сабитхан мырза, сіз арғы тарапта да кішкене тыңдасаңыз бола ма екен? Дауға айналдырмай, бір-бірімізді тыңдап. Мен жазып алайыншы, мен Әлішердің ше, үкіметтің арнайы заң керек дейді. Маған қазір Әлішер айтсыншы, осы титрлеу жасау үшін қандай заңға, қандай пунктіне өзгеріс керек? Қазір бір секунд, әріптестер, бір секунд. Сабитжан мырза, бәріміз елімізді сүйген азаматпыз, бәріміз де намысшылмыз, бәріміз ел сүйген азаматпыз, елім жерім үшін деп патриоттық сезіміміз орып тұрған бәрі азаматпыз. Қазақ тілі үшін біз бәріміз отқа да бәріне де дайынбыз. Одан күмәніміз болмасын, айтарым деген. Кішкене осы бәріміз жиналдық, ортақ мәселе, ортақ абырой үшін, сол үшін кішігірім градусты түсіріп, бір-бірімізді тыңдап, бір-бірімізге осындай қолдау көрсетіп, осындай бір ортақ бір шешімге келейік, әріптестер. Сондай бір ұсынысым сіздерден. Рұқсат болса. Жарайды, түсіндім, рахмет. Төрағаны сыйлаймыз, төрағаны тыңдаймыз, болды. Рахмет. Иә, ол бәріміз үшін өзіміздің тіліміз, басқа ешкімге керек емес ол тіл. Қазаққа ғана керек тіл. Соның үшін бәріміз бірімізді тыңдап, сабырмен осындай бір жақсы диалог ұйымдастырайық, әріптестер. Рахмет. Анна Владимировна, вы же на связи, да, сейчас? Да, я на связи. Попросить вас прокомментировать по поводу титрования. Вот мы сейчас говорим только что. Да, я поняла. Сказал, что по поводу титрования как в госканалах, так и в частных телеканалах. Вы можете Да, я поняла, Кишернес, я буду на русском говорить, потому что мой казахский не настолько хороший, чтобы в дискуссии вступать. Вот, я учу казахский язык, но это непростое дело. Вот. Жақсы, айналайын. Да. Волшебное слово казахов айналайын, жақсы. Конечно, я знаю это, да. Но еще пока стесняюсь, да, поэтому, смотрите, прокомментирую, да, у нас по закону о рекламе 50/50 выходят ролики на русском языке и на казахском языке, должны выходить. Либо они могут выходить только на казахском языке, да, то есть на казахском языке не менее 50%. И позиция нашей ассоциации, что законы должны соблюдаться. И вот я слышала ваш разговор про радио ретро в регионе. Если они там что-то не соблюдают, естественно, надо им на это указать, и они должны соблюдать закон, потому что закон этот абсолютно обоснованный, соответствует действительности, и, естественно, закон должны соблюдать. Вот. Что касается каналов, телеканалов, например, и национальных радиостанций, национальных телеканалов, и государственных, и частных, которые имеют национальное вещание,
по моим данным, ну, в основном этот закон очень строго соблюдается, потому что ни один телеканал, ни одно медиа не хочет лишиться лицензии. И с этим, в общем-то, проблем никаких нет. Почему в эфире передач на казахском языке выходит реклама на русском, ну, для нас тоже большая загадка, потому что мы своим, скажем так, рекламодателям всегда объясняем, что контент должен быть релевантный. Это же для их же пользы, эффективности рекламы важно, да, что если идет программа на казахском языке, логично, что ее смотрят люди, которые предпочитают смотреть на казахском языке. И для их же эффективности и пользы желательно там размещать ролики на казахском языке, чтобы аудитория лучше воспринимала, да, скажем так. Но с учетом того, что все-таки реклама – это коммерческая история, безусловно, телеканалы не могут отказать в размещении таком, которое соответствует закону и пожеланиям рекламодателей. То есть, что я хочу сказать? Согласно закону, если у нас даже на телеканале «Казахстан», да, полностью казахоязычном, рекламодатель хочет разместить какой-то процент роликов на русском языке, и это соответствует законодательству, телеканал не может ему отказать. Вот. Хотя это очень странно на самом деле с точки зрения эффективности этой рекламной кампании. Вот. Но тем не менее это так работает. Что касается титрования, давайте посмотрим, наверное, что мы получим в этой истории, да, такой мини-АВР, да, мини-АРВ проведем, да, что мы получим, какую пользу мы получим и какие мы получим сложности в связи с этим, будут ли какие-то сложности, барьеры. Пользу, на наш взгляд, так я уже думала вчера об этом вопросе, мы получим, наверное, минимальную. Почему? Потому что это же не тот контент, который, скажем так, реклама – это не тот контент, который зритель смотрит по своей воле, да? На самом деле многие из нас переключают рекламу, уходят поставить чайник в это время, заглядывают в смартфон, да, отвлекаются, пока идет реклама. То есть это не тот контент, который смотрят вот специально. Соответственно, есть вероятность, что если мы даже оттитруем, да, мы оттитруем, но зритель не будет в это вникать. Потому что ему эта реклама, но что она есть, что ее нет. Представляете, ему нужно смотреть, анализировать, что там написано, еще и титры внизу читать. Да? То есть тут вот низкая вероятность, что это будет способствовать развитию языка. Скорее, развитию языка будет способствовать качественный контент, востребованный у зрителя. Да? К чему сейчас все и стремятся. Вот сейчас же рассматривается у нас закон о масс-медиа, где будет увеличение как раз-таки контента на казахском языке, и это, собственно, соответствует всем требованиям, потому что мы видим и по молодежи, и по исследованиям в интернете, что у нас есть востребованность как раз на контент на казахский язык, его не хватает. Но, скажем так, это должен быть тот контент, который соответствует запросам телезрителей, зрителей, потребителей этого контента. Да? То есть, если это рекламный контент, ну, честно, вот сами даже подумайте, вот вам показывают какой-то рекламный ролик на любом языке. Ну, неужели вы еще к нему титры будете читать? Сидеть и титры читать? Наверное, вряд ли. То есть тут вот вероятность очень низкая. То есть польза, она вот, скажем так, сложно ее сейчас подсчитать, но есть сомнение, что она будет очень высокой в плане изучения языка. При этом, ну вот мы четко понимаем, что с телеканалами уже обговорили, что возникают какие-то дополнительные, скажем так, ресурсные расходы. Если мы вводим титрование, то нам, во-первых, нужен дополнительный ресурс от государства, который будет это проверять и контролировать, чтобы титрование соответствовало содержанию рекламного ролика. Самое главное, что на каналы ляжет обязанность проверять еще эти титры к роликам. То есть сейчас как происходит? В канал приходит ролик на казахском языке или на казахском и русском языках. Службы телеканальные самостоятельно проверяют этот перевод, насколько это соответствует одно другому, потому что у нас по закону должно быть одинаково на казахском языке, на любых других языках, смысл должен соответствовать, потому что чтобы мы не путали потребителя. То есть каналы проверяют момент соответствия на казахском языке, на любом другом языке. Каналы проверяют, в принципе, грамотность перевода на казахский язык. Мы знаем, до сих пор с этим все равно проблемы существуют, да, то есть не все еще умеют
грамотно переводить. Мы, например, всегда говорим своим членам ассоциации, у нас это рекламное агентство, что нужно изначально рекламу создавать на казахском языке, а потом ее уже адаптировать на русский, чтобы она была всем понятна и эффективна. Союза было 45%, когда Назарбаев принял Казахстан независимым. Сейчас титул нации казахов 75%, правильно? Да, я сама знаю двух методику. казашек родила лично. Да. Все, я знаю политтехнологию, так как раньше вот так говорили, что у казахов нет слова, в переводе слова «болты». Оказывается, имеется «бурандама». Конечно. В свое время, используя такую политтехнологию, типа нет необходимости или востребованности. Извините, сейчас 70% титул нации казахов. Второе. Конечно, если вот эта компания, да, вот смотрите, сейчас все российские компании, которые продают нашим территории Казахстан, если будут они открывать филиалы, вы говорите, что будет неправильно писать, это будет проблемы создавать. Пускай вот эта российская компания набирает на работу титул нации казахов, который знает, хорошо читает на казахском языке. Тогда не будет проблема. Понятно? Теперь такого не надо в этом конференции использовать такой маневр. Нет необходимости, нет необходимости или востребованности. Извините, когда в Канаде титул нации индейцы перебили до конца, и там появились две нации. Англичане и французы. Там английский и французский язык. Потому что там отсутствует титул нации индейцы, правильно? Ну сейчас же наш же казах, никто же не истребил до конца, правильно? Вот теперь мы существуем. Теперь, извините, просто ваши маневры. Я заметил ваши маневры. Вы нет востребованности, будете неправильно писать, а также вот такая-то будет проблема, да? Скоро мы перейдем на латинский графику. Тогда будет. А что вы тогда будете говорить? Ой, опять будем ошибки писать, да? Будете программу Казахстану выходить, да? Вот это политики Казахстана, программа Казахстана, вот так будете, да? Резину тянет. Ой, нельзя, этот нельзя, да? Если вы, смотрите, сами говорите, что вы не знаете язык титул нации казах, я собираюсь учиться, да? Если вы хотели бы учиться... Я не собираюсь, я учу казахский. Да. Если вы хотели бы учиться, действительно, да, от души, да, тогда вы сказали бы, это необходимо. Любой диаспоры должны любой метод использовать. Нет, вы меня не так поняли, вы сейчас тоже мной манипулируете. Подождите, я не это имела в виду. Давайте я поясню. Просто я заметил вашу позицию. Я знаю такие позиции. Нет необходимости. Буквально секунду, я извиняюсь, коллеги. Сейчас Zoom может отключиться. Если